Тексеріп, екеуі бір жақсылап тілдеп қойған екен, бір адам төбесінен қарасын, бір адам астынан қарасын деген ғой. Маринке мен Нексир. Маринке былай бір қаратып қойын, былай бір атып қойын. Бұл екі фитлайф деп аталады. Фитлайф. Адамның гормонның нарушениесін қалпына келтіреді. Щитовидный заболевание, зоб, полностью жаңағы астма, бронх, соған жақсы көмегін тигізеді. Бұны неге тоқталып жатырмын? Жаңадан келген кісілерге шамалы болса ақпарат болсын деп жатырмын. Не продукт екенін түсінбей қалмасын деп. Бұдан кейін осы үш етапты өткеннен кейін қандай витамин ішкіңіз келеді, ішіндегі полностью іше берсеңіз болады. Қара зере майы полностью жаңағы шариғатта бар ғой. Өлімнен басқаның бәріне ем деген. Полностью осының бәрін іше берсеңіз болады. Күніге бір тамақтан кейін бір ғана капсуласын капсуладан қара рецепттер жасалған бұны. Енді бұны мен ең бірінші естіген кезде қара зере майын өйткені біз мешітте қолдасын сататын дүкендерде көретінбіз қара зере сатылып. Қазір тиктокта да рекламада да бәрі жерде бар ғой. Бірақ әрқайсысының сорттары бар екен. Жаңағы біз оны алған кезде высший сорт, первый сорттары деген ол секілді бұның сорттары бар екен. Бұны неменеге пайдалы? Ішсеңде пайдалы. Гайморит болсаңыз екі мұрынға бір капсуласын тесіп шамысқаныңызда пайдалы. Геморройға пайдаланған жақсы екен, шприцовать етіп, болмаса бүтіндей салып жіберетін болса, сами профессор енді результаттар километр айта берсеңіз бірінен бір өтіп жатыр. Осы компанияға келген кезде біздің естігенде адамның денесіндегі псориаз кетіреді деген, экзема, витилиго кетіреді деген мен өзім таңғалдым. Өйткені келіншегінің мамасы Айгүл ханымның 20 жылдық псориазы бар денесінде. Осы трансплантологияның Астанаға екі рет әкеп операция жасап, 2 жыл қатарынан екеуінен де әдемі жазылып келе жатады, бірақ қайтадан қаптап жаралап шығады денесінен. Дененің бәрі полностью жара, әбден иммунитет түсіп кеткен. 59 жасында ма, 59-да 6 айда ма, біз пенсияға шықтық, пенсия қосылып жатқан кезінде пенсияға шықты да, бір күн главный бухгалтер қызмет еткен, кәдімгі юбкамен аяққа каблук киіп жүретін келіншек, бүгін пенсияға шықты ма, ертесінде әже болып қалды. Бастау орамал тартып, аяққа мәсі киіп. Өйткені мама не болып қалды деймін ғой жаңа. Сөйтсем, әбден амалы жоқтығынан жүрген ғой. Уже адам денесі не болып кетті? Расслабляться етіп кетті да. Расслабляться етіп. Ана күнде жұмысқа бару керек, пенсияға шамалы қалған уақытта тем более ответственность қол деген. Яғни құйытып қуып шықпайтындай. Жұмысқа бару керек, амалдың жоғында соған барып жүрген. Осында келген кезде осы компанияның осы псориаздан ем болады деген естідік те ғана. Полный вип пакет алып бердік. 450 мың теңге тұратын вип пакет. Бірақ біз бұған 2 вип пакет жұмсадық. Бірінші вип пакетін алып ішті, одан кейін екінші вип пакет. Денсаулықтан аяған ипшесін дейді ғой, тапқан табысымыз бар, өзіміз денсаулыққа пайдаланбасақ не істейміз. 2 вип пакет алған кезде 4 айдың ішінде денедегі псориаз сізге өтірік маған бізге рас. Дым жоқ болды. Таза айнады. Мамамыздың өзі. Бірақ айтады ғой, жаңағы ішкен процесте енді сөзбен айтқанға оңай. Бірақ процесте бірінші кезде 1 ай ішкен кезде 3 жыл ішеді. Жаңағы айтады ғой, жаңағы мына суларын ішіп жатырмын,